WhatsApp барықтарына сәлем, сендермен атын білмеймін каналы. Бүгін біз выживание жалғастыратын боламыз. Алдыңғы видеода мен выживанияны атын қойыңдар деген болатынмын, комментарияға жаз кетіңдер деп айтқанмын. Бірақ соның арасында көбі болды, бірақ олар андай келмейтіндей болды. Выживание менің өмірім, керемет әлем деген сияқты. Бірақ олар бұған келмейтін сияқты, қатты ұнаған жоқ. Тек бір комментария былай енді ұнады, сіздерге ұнаймын білмеймін. Оны Диас Махажденов деген бала жазған болатын, өздерін қойындаршы деп. Сосын мен оны өздерін қойындаршы емес, өздерін біліндерші деп ауыстыратын боламын. Енді бүгіннен бастап осы Майнкрафт өздерін біліндерші деп аталады. Бұл екінші бөлімі болады. Приколай өздерін біліндерші. Негізі осылайды жақсы сияқты, прикол солай болған. Енді бүгін осыны жалғастыратын боламыз. Бұны қазір сыртқы заборын салуымыз керек. Так, мен мені жаңа видео бастамас бұрын ұйықтап тұрдым да, мына жерге жерін қазып тастадым, мына полын әдемі болу үшін осылай істеп жатырмын міне. 1-2 деп, так. Міне осы жерге былай. Енді қазір осыған забор саламыз да, мынаны 2 этажды қылып өзгертетін боламыз. Қазір көреміз, бірге сіздер де көретін боласыздар. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет каналға тіркеліп лайк басып жатқандарыңызға. Менде бұрында просмотр барлығы көп болады, өйткені менде ол кезде атын білмеймін Майнкрафт деген сондай постройкалар салып жүретін. Ал одан кейін мен видео көп түсірмей кеттім, и то сол мирді барлығы жоғалтып алған болатынмын. Сосын енді неттінде одан кейін менің контентті жоғалып кетті, көп видео түсірмеген соң. Енді қазір сол контентті жақсартуым керек. Видеоны күнде түсіріп тұрамын деп, видеоны күнде түсіріп тұрам деген ойда бар. Енді күнде түсіріп жүрмін, сол себепті лайк басып қолдауларыңыз қажет. Сол кезде видео күнде шығып тұратын болады. Ал қазір біз бірінші жерді қазамыз. Біздің екінші этажымыз ол жердің астынан болады. Қазір бірге көрсететін боламын. На жақтың барлығын алып тастауымыз керек. Және де менің ВК группама, ВК-ма да достық жібереміз. Ссылкасы төменде болады. Менен пиар реклама алғарың келсе де сонда жазыңыздар, барлығын оқып жауап беретін боламын. Так, уже кеш батып барады. Бізге еще бар ғой, не керек екен? Факел жоқ менде, сол факелға бар кеу керек. Давай-ка тез бар келейін. Бағана мен бар ғой, так, менде кирка бар ма? О, міне, кирка. Так, бізге еще мечта керек болады қазір. Міне, бағана мен осы жақта бір жүргем, осы жерде бір шұңқыр бар екен қазір. Жоқ, бұл шұңқыр емес. Қазір ар жақтағы шұңқыр ғой дейміз. Міне, осы шұңқырда болу керек. Осы жерде күндіз өсіп бара жатқам. Сосын алдымнан бір крипер атып шықты. Мына жер бәрі атылып кеткен ғой. Енді так, бізге андай факел жасау үшін не керек қазір? Көмір дейміз, сондай жердің астынан қазып алу керек. Мен оны қай жақтан көремін? Давай сразу ұйықтай салайықшы, и потом көреміз. Әне анау жақта полкты көріңіз. Ё-майо, крипер. Мына жақта уже толып жүр бар. Менде жизнь аз, тез. Өліп қалмайын. Ё-майо. Блин, өліп қалдым. Ё-майо. Паук өлтіріп тастады. Блин, өлтірім керек еді. Каз өз орныма қайтып келдім. Блин, ан жақта. Блин, менде мечта жоқ. Давай, жүгір, тез үйге көргім керек мен. Тез жүгір. Ё-майо, қаш. Блин. Мында зомби. Блин, меч қайда? Меч алдым ба? Блин, қайттан өліп қалдым. Ё-майо. Қазір мен бұлай на жақтан баратын болмасам, қазір қашып баруым керек, а то мыналар мені өлтіріп жатыр. Әне, үйдің дәл алдында скелет тұрып алған. Лук. Қолымда лук бар, садақ. Қайда ол? Блин, зомби есіктің дәл алдында тұр. Так, кеттім, жүгірем, бәрібір маған. Давай, кеттім, қайттан алу керек мыналарды. Хотя меч алып, жоқ, үйге кір кету керек, үйге. Кірші, мына жерге.
Давай. Жоқ, туф, кірдім ғой әйтеуір. Давай, енді ұйықтаймын. Болды. Блин, не істеп тастадым. Ой, мында монстрлар жүр деп тұр, короче. Блин, мен анда барлығы жаңа сыртта қалып қойды. Ой, өлтіріп тастады мен мыналар. Қазір енді сыртқа шығу керек, мыналарды ары қарай қуып жеу керек па? Мен ұйықтай алмай тұрмын мына жерде. Қазір қасымызда нелер тұр дейді. Міне зомби тұр. Давай-ка меч жасауға бола ма мұнда? Әйтпесе менде блин меч жасай алмайды қазір. О, міне мечті жасай аламыз, қазір сосын ананы өлтіретін боламыз. Так, тоқта. Міне. Ал, берге мә екеуге баған. Екеу ұш танытқан жоқ. Міне мен мечім ана жерде тұр. Давай, өл, йо. Міне өлді болды. Енді скелет жоқ па? Скелет жоқ. Давай, наларды алу керек. Йо, біреу атып жатыр ма? Жоқ. Мен заттар мына жақта да шашылып жатыр ғой. Так, болды, енді ұйықтай беруге болады ғой, деймін, ешкім жоқ сияқты. Қазір мына жағын көрейік. Болды, қасымызда ешкім жоқ. Енді қазір ұйықтай беруге болады. Так, міне. Болды, ұйықтап жатырмын. Кроватьта, төсекте. Енді қазір таң атады, зомбилар барлығы кететін болады. Мен сложностьтім, яғни ол нормально да тұр, орташа деңгейде. А то сложный қойсам, бұдан да вообще көп болып кетеді. Сол үшін осылай істеп қойдым. Так, енді бізге мынандай аз қапты ғой. Жоқ, бізге лопата керек. Қазір айналасын барлығын дұрыстап қазып тастайық. Қазір сосын нететін боламыз, бірге нететін боламыз. Осы скелет маған ұнамайды, садақпен атқаны бар ғой. Дәлдеп тұрып атады, жаман. Қай жерге ататын білмейсің, әйтеуір тиеді. Арт жақтан атам екенін білмеймін, соның бар ғой. Так, бұны енді қазір бізге негізі ағаш бәрібір де қазір жетпейді. Лопатамыз біздің бітіп қалды. Так, енді шатас қалдым ғой. Қазір лопата. Давай сразу екеу албайық. Біз қазір бұны қазуымыз керек қой, терең қылып. Сол үшін де так, бұны қазір міне лопатаны алайын. Күрек. Жизнь бәрі нормально, бізде толып тұр. Так, енді бұны не үшін қазір жатсыңдар десеңіздер, міне осылай тұрады. Біз бұны заборды үлкен қылып шет жағына істейміз. Мына жерін былай қазамызда осы жерден осы сияқты бір үй бөлме жасайтын боламыз. Қазір мынаны барлығын алып тастауымыз керек. Қазір бірге көретін боласыздар. Міне осылай барлығын аламыз, қазып. Міне осылай, енді мына жағы қалды. Қазір негізі мынаны да ағашты алып тастау керек, бірақ бұл жерін қазір біз андай қылып істейтін боламыз. Міне бұның асты алдыңғы жағы бар екен ғой. Қазір міне мыналарды жинап алайын. Топырақтарды шұңқырға түсіп кетсек бәрібір де керек болады. Бірақ бәрібір мына жер шашылып жатса да біз бәрібір алуымыз керек болады. Так, енді бізге мынандай ағаш бізде аз екен, я. Бұндаймен осылай қазір. Міне балта қайда бізде? Балта жоқ па не? Міне. Көрмей қалдым ғой. Балтамен аламыз да. Мына жер пока что тұра берсін, сосын дұрыстаймыз. Артынан бізде бітіп қалды. Енді қазір ағаш жинауға баратын боламыз. Видеоны пауза қоя тұрамын. Так, достар, мен ағашты жинап болдым, және де мына жерде біраз өзгерістер болды. Мен осы үйдің шатырын ауыстырдым, міне осындай қылып өзгерткен болатын. Және де көріп тұрғандарыңыздай, міне осы жерге түспеппін ғой. Міне осы жерге терезе орнатқан болатынмын. Сосын енді астыңғы жағын істеп жатқан, мен астын осылай қылып қаздым. Енді қазір астыңғы этажын жасайтын боламыз. Так, ол үшін бірінші мына жерді алып тастайық, қазір дұрыстап нетіп тұру үшін. Бізде лопата жоқ екен ғой. Мен осы нені... Ой, блин. Қазір давай бірінші мына алманы жеп алайық. Міне қазір алманы жеп алайық. Сосын лопата аламыз да ана жақтағы нені нетеміз
тиісіп тастаппын ғой мен. Жарты қазір ол ештеңе кетпейді. Короче, блин, мына шығу үшін әдейі осындай істеп қойдым. Негізі лестница қою керек, бірақ астыңғы этажын істеп болған соң дұрыстап істейтін боламыз. Бізге міне күрек алдым. Енді қазір мына жердегілерді алып тастау керек. Так, осылайынан ала берейік. Міне мен еще ана жақтан, ана жерден бір песокты қаздым да, андай топырақ, сары топырақ. Сосын содан осындай терезе жасадым. Міне ана шатырына да терезе жасаймыз қазір. Сосын астыңғы этажын сала бастаймыз. Болды, енді так, мыналарды жинап алайық. Айтпақшы бар ғой, мынаның астында мен бағана қазып атсам, астында бір 3 зомби жүр, мынаның астында зомби жүр. Дауысы естіліп тұрма білмеймін, бірақ бағана дауыс шығып тұратын. Қазір қараңыздар. Міне зомбилар. Үшеу ма, нешеу мұнда? 4-еу ғой деймін, міне. Мыналар күйіп атырған күнге. Бұлар енді әне зомбилар. Ішіне түсейік па, потом түсеміз, қазір осылай тұра берсін. Енді қазір давайте үйімізді салып тастайық тезірек. Бұнда осылай қылып саламыз, осы ағаштан. Ой, не, қазір енді салып тастаймыз тезірек, тездетіп. Осылай қылып тастаймыз. Негізі бар ғой, бағана осы ағаш жинап жүргенде жаңа қайтып келе жатқанда уже түн болып кетті да, сосын мен нете алмай қалдым. Уже зомбилардың қашып үлгермей қалдым. Сосын олардан талай өліп қала бердім қайта. Сосын былай неткем. Блин, қате істеп қойдым мен. Так, достар, міне мына жерді істеп атқам. Мұнда әлі мыналар астында жүр. Давайте қазір. Әне уже өліп атыр. Ол өлді, давай, мен түстім бәрібір маған. Не, мына жақта нелер бар екен. Так, енді мына жақтарда міне зомбиге қамаса болды. Давайте қазір факел керек, сол үшін біз мыналарды алайық. Бұны негіз жинауға мен келесі бөлімде алам деп айтқанмын. Келесі бөлімдерде бірақ енді келген соң осы жерден сразу алсылайық дедім. Ал мен еще ана жақтан металма сондай бірдеңелер көрдім әйтеуір. Пока что ана жақта жарайды, сосын может кіреміз тағы да. Так, енді мына жерден шығып кетейік қазір. Зомби келмей шығар деген ойдам. Не болып қалды? Бұл жер емес. Не, осы жерден шығу керек қой, короче. Міне осылай. Бағана сол мен зомбиларды қайта өліп қала беретін. Ана неткенде зомбилар жаман жыныма тиді бар ғой бағана. Оларды алып тастайын ба деп едім, бірақ алған жоқпын. Так, бұны не істейміз енді? Пока что осылай істей берейік. Менде еще мынандай топырақтар көбейіп кетті осындай. Өйткені мына жерді қазғанда қаншама топырақ шықты. Мен мына жерін қате істеп қойыппын. Қазір түзетіп жібереміз. Міне мынаның астында негізі мынандай кету керек болған. Осылай асты осылай жасалады. Бұның еще бар ғой, мен осы дағансы астыға дейін қазып үйлер сала бастаймын. Бірақ келесі бөлімде наған үлкенірек забор салып болмаса, аты зомбилар наған кіркете береді екен, секіріп кіре береді, сол жаман жыныма тиді. Мен үйме деймін, кіріп ап бір кішкентай зомби, қолында қылышы бар, сол мені қайта өлтіре берді. Сосын әрең дегенде қашып құтылдым да, оған неттім. Короче, ол күнге шығып кетті, күйіп кетті солай. Мен далаға әрең дегенде қашып шықтым, сосын ол да күнге күйіп. В общем, солай болды. Жаман болды бар ғой. Зомбилар жаңға тиіп кетті. Зомбиді алып тастайын ба деп едім, бірақ одан кейін уже нетіп қалдым. Уже сразу, ё-моё, түсіп кете жаздадым. Так, енді қазір тезірек мына жерді бітіріп ал. Ё-моё. Блин, жаңа түспейін ба деп тұр едім, түсіп кеттім ғой. Жарайды, қазір болды не. Мына жерді жауып тастадық, бірақ бұның бәрібірден мына жерді қазып, біз осы жерге ағашпен дұрыстайтын боламыз. Енді мына жерді істеп алайық, осы үйді бітіріп, содан кейін нетеміз. Қалған келесі бөлімдерден жалғастыратын шығармыз.
Міне осылай бағана ана екі жағын істедім де осындай мынандай тұр ғой. Ал мына жағын ағаш жетпей қалсын, ағашқа барған болатын. Шатырын ауыстырғанда да маған қиындық болды. Видеоға түсіріп отыр едім, бірақ ол слишком не болып кетті. Көп болып кетті, ұзақ. Сосын оны нетіп тастадым, өшіріп тастадым да. Осы жерден бастап енді сіздерге түсіріп жатырмын. Так, енді мынаны былай істейміз. Осылай енді мына жерге қазір терезе қоюымыз керек. Терезе жету керек қой деймін, негізі бар ғой. Қазір міне ортасына ғана терезе керек негізі, ал мына жерге осындай. Так, енді мына жақты да бұл жерге қалай істесек, бұл жерге негізі не керек жоқ, терезе. Бірақ жоқ, терезе керек. Бұған негізі мен есік те қоймақ болғам. Давайте қазір бұл жерге де үстіңгі сияқты есік қоямыз. Өйткені астыда жүргенде сразу кіре салу үшін, ато үстіге барып қайттан астыға түскім кеп жүрмейді. Міне осы жерден былай. Вот, міне осы жерден терезе болады. Енді мына жақты жауып тастайық қазір тезірек. Осылай істейміз. Что-то менде андай ағаш жетпейтін сияқты бар ғой қазір. Или жете ма білмеймін. Кішкене жетпей қалады ғой деймін қазір. Міне осындай ағаштар. Қоңыр дей ма қалай. Сондай жетпейтін сияқты ма, или жетеді ғой деймін. Жоқ. Я, кажется, жетеді. Смело жетеді. Әне көріп тұрғанда үстіне терезе салған жоқ, өйткені қайта құлап кеттім, сосын еттім. Бірақ өзім асықпай отырып, сосын салатын боламын терезесін. Бәсе. Так, менде мынандай ағаш бітті. Ағаш бітіп қалды мынандай. Қазір енді үстіде бар ма екен көріп келейік. Как раз міне уже түн бола бастады. Түн болып бара жатыр уже. Давайте қазір осы жерін сразу ұйықтап кетіп қаламыз. Мен сондығымда еще баған топырақ көп болған, мен оны бары лақтырдым. Міне көріп тұрғандардай мынандай порох деген бағана креперді өлтірген болатынмын. Содан неттім, және паук сол нелерін барлығын алдым. Так, міне қазір осымен жаңағыдай енді ағаш жасайтын боламыз. Доска ақ осындай. Так, бұдан енді көп қып ала беруге болады. Бәрі артығымен керек болады бұл бізге. Так, болды, енді ұйықтап алайық. Мен қылыш ұстап ұйықтаймын, ато тұрған кезде жан жағымда зомбилар болады. Сол үшін оңай болу үшін сразу осы қылышты ұстап ұйықтаймын тұрғанда. Осылай есігім ашық болған, үй бір зомби кіріп кеткен ғой. Сосын қайта ол өліп қала бердім, ол осы жерден кетпей қойды. Сосын әрен дегенде далаға қашып шықтым, бағана айттым ғой. Сол осы үйдің ішінде болатын. Болды, енді қазір үйімізді аяқтап болып қалдық. Мына жерін осы қазір бізге міне ағаш. Ой, қазір. Той, ё-майё. Қуып кеттім. Болды. Қуып кеттім. Ондай ақаулар болып тұрады әрине әр адамның басында деп айтса не. Короче, осылай. Міне енді мына жерге ағаш қоямыз. И все. Так, бұл енді міне осындай болды. Бұл жерге бұна астында барығымен ағашпен жасайтын болам. Бірақ оны видеоға түсірмеймін, себебі уақыт алады. Ал енді мынаның ішін қазір біз қазып, мынаның астында нетіп тастаймыз. Астында ағашпен істеп тастайық сразу. Так, достар, негізі бұның астын қазып керек емес екен, жай осылай ғана осы ағаштарды қоя салу керек екен. Міне осы бұл бірінші қабат, негізі бұрында. Бұны астыңғы қабат, короче. Ал міне мына жерге де осындай баспалдақ лестница жасап қойдым. Көтерілгенде міне осындай болып тұрады, және де бұрынғы есікті мен осындай кішігірім балкон қылып жасап қойдым. Ал енді алдағы видеоларда күтіңіздер, осы үйдің іштерінде барлығын жөндеп дұрыстайтын боламын. Осы выживанияда өздерін біліңдерші деген выживанияда өздерін біліңдерші. Сосын енді сыртын көрсетіп жіберейін. Так, сосын міне мына жерге де осындай терезе орнатып қойған болатынмын. Бұрында ана жерде ағаш тұрған болатын. Енді терезе орнатып қойдым, сосын былай шығамыз. Бұнда міне сырты осындай болып көрінеді, енді міне балкон барлығы. Енді алдағы уақытта негізі мұнда забор салу керек екен, аты зомбилар
Ну енді тезірек забор салу керек, а то өлі қала бердім осы бір астын салу үшін. Олар түнде келеді де үстінен мына жер енді былай құлайды да мен үйіме кіріп кете беретін. Сол себепті енді осы видеоға смело лайктарыңызды басыңыздар. Видеоның описаниясында менің ВК-м және ВК группам болады, соларға барлығына тіркелеміз. Және де лайктарыңызды басыңыздар, келесі бөлімді күтсеңіздер, смело лайк басып тастайық.